Сол жаққа қысқа ғұмырдың ішінде не істеуге болады, қалай қылуға болады деп ойланып болған. Бұрынғылар уақытты қатты қадірлеген соншалықты, уақыттың қадірін білмесең, кейбір заттардың да құлшылық, ғибадат, қарым-қатынастың да қадірін білмей қаласың. Енді бұл жерде дәл өзім несіме, бірақ түсіндіру үшін айтайын, кейбір ілгергілер мынандай болған. Егер қайдайда бір әйел кісі, оның күйеуі екінші әйел алған кезде, ол әйел адамы қызғанады, үйтеді, бірақ қуанатын жер болады екен. Қызғанышы күйеуі басқа біреу қарап қойды. Жүрегі ауырады, бірақ қуанатын жер бар екен. Охо, күйеуім қасында болған кезде оған қызмет жасау маған парыз еді. Енді күйеуім аяқ кеткен кезде менде бос уақыт бар, енді мен құлшылық жасап қалатын болдым деп қуанады екен да. Маған Құдай Тағала мүмкіндік беріп тұр, көбірек Құран оқуға, көбірек құлшылық істеуге, күйеуім қасында болған кезде, өйткені ол күйеуге қызмет маңызды негізі. Қазір енді әйелдер ұмытып жатқан шығар. Айша анамыз өте тақуа, білесіздер. Хадисте өте көп жеткізген, Аби Хурайрадан кейін хадисте ең көп жеткізген кісілердің біреусі. Алла ол кісіден разы болсын, мұсылмандардың анасы. Тіпті кейбір ғалымдар рубул илм деп қойып, исламдағы ілімнің 4-тен 1-і Айша анамызға қатысты дейді. Айша анамыз осы Рамазанға байланысты одан жеткен сахих хадис бар. Менде дейді Рамазаннан қазалар болатын дейді. Яғни әйел адамға тән бір уақыттар болып қалады ғой, хайыз болады, басқа болады, ораза ұстамай қалады. Рамазаннан қаза болатын дейді. Соның қазасын дейді, мен қай уақытта өтейтін едім деп келеді хадисте. 10 ай, 9 ай не істеді деген сұрақ туындады. Өте тақуа адам, сонда Рамазанның қазасын, Рамазанның жақындағанша жүре бермеген кезде лимаканати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам түсіндіреді. Өйткені Аллахтың елшісі қасында болды дейді. Ол кісінің қызметінен кешіктіріп, сосын барып сол кезде қалған кезде тез қазаларын өтеп алуға тырысатын дейді. Сол үшін әйел адамға ерінің шариғаттың шекарасында, ақылдың аясында қызмет жасауы құлшылық қой негізі. Ол бір міндет сүннетін нәрсе емес, бұл құлшылық, сауап табатын нәрсе. Оны ілгергі уақытта білген кезде семьялар өз отбасында берекелер көбірек болған. Енді еркектердің хақысы өз алдына бөлек. Айтып кеткен сияқты. Сонда қарасақ, Рамазан айында бізге үйретіп тұрған нәрсенің біреусі уақытқа қатты мән беру. Енді келесі осы жерде айтып кетейін дегенім, өзі Құранда мынандай аят бар: "Инналлазина ла ярджуна лиқаана ва раду бил хаяти дуnya ва таманну биха валлазина хум ан аятина гафилун" дейді. Аллах Тағала бір адамдар айтады, сондай бір адамдар бар дейді. Ла ярджуна лиқаана. Олар бізге жолыққанды вообще ойламайды.